Тимур екеуміз үйленген кезде қайным 10 жасар бала еді. 5 қыздан кейін туылған соң өте ерке болып өскен. Күйеуім үйдің тұңғышы, өзінен кейін 5 қарындасы, жалғыз інісі бар. Бәрі ерке ұлдың қас-қабағына қарайды. Оның айтқаны заң. Дегені болмай қалса жер тепкілеп жылайды, әке-шешесін де аямайды. Енем келін болып келген күні қайның мен қайынсіңлілердің атын атамай, ерекше есім қойып ал деген болатын. Қыздардың бірін Бекеш, бірін сұлу қыз деп әртүрлі атаймын, ал қайныма ерке бала дедім. Бірақ оның шолжаңдағанын, еркелегенін көтере алмадым. Қылықтарына қаным қараятын. Тазалап шыққан кілемге нан ұсағын уатып, жуған еденге су төгіп жүйкеме тиетін. Тіпті пісіріп отырған бір қазан тамағыма уыстап тұз салып кеткен кездер де болды. Бәрі осы тентектің ісі болса да ешқайсысы қой демеді. Тұрмысқа шыққан соң дереу бала көтере қоймадым. Тұңғыш ұлымды 5 жылдан соң дүниеге әкелдім. Ол кезде қайнымның жасы 15-ге толып, үлкен жігіт болған еді. Жасы өссе де, миы өспеген ол менің жасына әлі қоймаған баламмен тайталасатын. Оның ойыншығына таласып, қолынан тартып алып жататын. Бұл кезде де жыным ұстайды. Балама йогурт, печенье алып келсем, оны да рұқсатсыз ішіп жеп қоятын. Әбден ығырымды шығарды. Күйеуіме айтсам, қоя берші, ол да бала ғой, ертең есейгенде қояды. Бәрінің дұрыс еместігін түсініп ұялады деп қоя салатын. Бірақ жыл сайын оған деген жеккөрінішім ұлғая берді. Тұңғышымның соңынан жыл сайын тағы да 2 ұлды дүниеге әкелдім. Кішкентай ғана 3 сәби ата-енемнің көзіне көрінбеді. Қашан қарасаң, соқталдай болған өз ұлдарын өбектеп, еркелетіп отырады. Тіпті балаларының қолындағы тәттісін тартып әперуден де тайынбады. Ерке бала мектеп бітірген соң оқуға түсе алмай, әскерге кетсе екен деп Алладан тіледім. Бірақ ата-енем барын салды, жанын салды, әйтеуір ұлдарын әскерден алып қалды. Осындағы университеттің ақылы бөліміне оқуға түсіріп, төлем ақысын күйеуімнің мойнына міндеттеді. Бұл кезде 4 үлкен қайынсіңлім тұрмысқа шығып кеткен еді. Кенже қайынсіңлім де жекеменшік фирмада хатшы болып жұмыс істейді. Жалақысының басым бөлігін інісінің қажетіне жұмсайды. Ал ол байдың баласы сияқты ай сайын телефон ауыстырып қымбат көлікпен жүреді. Үстіндегі киімнің ақшасында менің күйеуім тауып беру керек. Біздің де ұлдарымыз өсіп келеді. Олардың болашағына ақша жинайық, үйімізді реттейік десек, бұған мүмкіндік болып жатқан жоқ. Қайнатамның күнделікті азық-түліктен артылмайды. Күйеуім жалақысының тиынына дейін енемнің қолына ұстатады. Одан кредитті, үйдің коммуналдық төлемін және қайнымның оқу ақысын төлейді. Ал енемнің өз айлығы өзіне жетпейді. Біздің үйдегі ұрыс-керіс ақшаның жетіспеуінен шығады көбінесе. Барлық ақшаны енем алғанымен есебін бере алмайды. Ұқсатып жарата алмаған соң, кей айларда қарызданып қаламыз. Тимур достарынан қарыз сұрап жетпегенде жеткізіп отырады. Ал қайным үйдің тірлігіне болсайын, мен де өз ақшамды өзім табайын деп ойланбайды да. Әйтпесе, осымен жас жігіттер жұмыс істеп, жалақыларын алып отбасына қамқор болып жүр ғой. Оны ойлайтын түрі жоқ. Ақша қалай келіп жатыр, бар ма, жете ма деген сұрақтар қызықтырмайды. Осынша ақша керек деп отырып алады. Мектеп бітірсе ақыл кірер деген ойым алысқа самғады. Енді үйленсе есі кірер деп ойлағам. Одан сорақысын көрдік. Жасы 23-тен асқанда қаланың ерке тұтай қызына үйленді. Үйлене салысымен ақ бөлек шығамыз деп, ұлдарымызға алып қойған пәтерге көшіп кетті. Енем де, сендердің ұлдарың өскенше өз үйі алып алады. Әзірше тұра берсін деп кілтін алып қойды. Біз пәтерді ипотекаға алған едік. Ай сайын 130 000 теңге төлейміз. Сондықтан да жалға берген едік. Әйтпесе, тек жалақыдан төлеу мүмкін емес қой. Оны түсініп тұрған енем жоқ. Қаржылатқанымызда енем өз айлығынан төлеймін деген болатын. Ұлын отырғызып алған соң сөзінен тайып шыға келді. Барлық салмақ қайтадан өзімізге қалды. Бізге ауыртпашылығын салмай, үй болып кетсе жарайды деп амалсыз келістік. Бірақ онымен тоқтаған жоқ. Енем оларға деп үйден азық-түлік, ет, көкөніс таситынды шығарды.
еркек боп өз отбасын асыраудың орнына бізге алақан жайғаны дұрыс болмады. Бұл қашанға дейін жалғаспақ? Ертең балалы болады. Сонда баласымен бірге біз бағуымыз керек пе? Неге болашағын ойламайды? Енем қазір еркесін аяп жүр ғой. Қолынан келгенше қамқорлығын танытып жатыр. Ертеңше балаңды аясаң аяма деген қазақтың жақсы бір сөзі бар ғой. Енем сол туралы ойланса екен. Өз арбасын өзі сүйреуін ұқтырып, біздің жүрегімізді жеңілдетсе екен. Айтудан әбден жалықтым. Арсыз қайнымды көргім де келмейді.